Hello, it's your English coach Angela. Today we are going to talk about present perfect continuous tense. Окей, достар, мен сіздерге бүгін present perfect continuous жағын қолдануды қалай жасауды 5-ақ минутта түсіндіріп беретін боламын. Окей, let's go. Сонымен, present perfect continuous қандай шақ? Present perfect, present осы perfect аяқталған, continuous созылыңқы. Демек, аяқталған созылыңқы осы шақ деген сөз. Present perfect continuous шағында сөйлемдердің құрылымы қандай болады? Яғни формуласы деген сөз, я? To have етістігі бізге көмекші етістік болып келеді. Одан кейін to be етістігі continuous шақтарының барлығында to be етістігі қолданылады. Яғни perfect continuous болғандықтан бізде to be етістігінің үшінші формасы қолданылады. Және созылыңқы болғандықтан бізде verb етістіктің ing жалғанған формасы. Негізгі мағына беретін етістіктің ing жалғанған формасы қолданылады. Мысалы, I have been learning English for 10 years. Менің ағылшын тілін үйреніп келе жатқаныма 10 жыл болды. Демек, I бізде subject бастауыш, have ереже бойынша көмекшісі have келді, been келді, және learn деген етістікке ing жалғадық. I have been learning English. Демек, біз формулаға салдық деген сөз. Енді біз қай уақытта, қандай жағдайларда perfect continuous жағын қолдана аламыз? Бірінші, үш түрлі жағдайда біз қолдана аламыз. Оның біріншісі, өткен шақта іс-әрекет басталады, қазір жалғасын тауып жатыр деген сөз. Мысалы, мен 10 жыл бұрын тіл үйреніп бастадым, әлі үйреніп жатырмын. Демек, созылып, әлі іс-әрекетіміз жалғасын тауып жатыр. I have been learning English for 10 years. 10 жылдан бері үйреніп келе жатырмын деген сөйлем бірінші жағдайға кетеді. Екінші бізде дәл қазір недавно осы сөйлеп тұрған осы жуық арада, жуырда іс-әрекет аяқталады. Қазіргі сіздің жағдайыңызға тікелей қатысы бар сөйлемдерді біз present perfect continuous жағында айта аламыз. Мысалы, I'm really tired now. Мен қатты шаршап тұрмын. Because I have been cleaning my house all day long. Мен үйімді күнмен үйімді тазаладым. I have been cleaning my room. Мен бөлмемді тазаладым. Дәл қазір қатты шаршап тұрмын деген сөйлемде perfect continuous жағын қолданамыз. Немесе I have been working all day, all night. I'm really tired now. Деген сияқты сөйлемдер. Мен түнімен жұмыс жасадым, план жаздым, үй тазаладым, кір жудым деген сияқты сөйлемнің барлығымыз perfect continuous жағында айта аламыз, егер де сіздің дәл қазір жағдайыңызға соның бір әсері болса. Үшінші қандай жағдай? Соңғы кезде кішкене уақытша сізге әдетке айналып келе жатқан іс-әрекеттерді біз perfect continuous жағында айта аламыз. Мысалы, сіз соңғы кезде дұрысырақ тамақтанып жүрсіз. Қалай айтамыз? Мен соңғы кезде дұрыс тамақтанып жүрмін. I have been eating more healthy food lately. Мен соңғы кезде көбірек дұрыс тамақтарды жеп жүрмін деген мағынаны білдіреді. Окей. Демек, үш жағдайда қолдана аламыз. Бірінші, іс-әрекет өткен шақта басталады, әлі жалғасын тауып жатыр. Екінші, іс-әрекет жуырда аяқталды, дәл қазір сіздің жағдайыңызға тікелей қатысы бар. Үшінші, іс-әрекет соңғы кезде сіздің жасап жүрген іс-әрекетіңіз уақытша сіздің жасап жүрген іс-әрекетіңіз, яғни әдетке айналып жатқан нәрселерді біз perfect continuous жағында қолдана аламыз. Ал енді болымсыз және сұраулы сөйлемді қалай жасаймыз? Болымсыз сұраулы сөйлем жасаған кезде біз have етістігін аламыз, сөйлемнің алдына қоямыз. Бастауыш екеуінің орнын ауыстырып қоямыз. Мысалы, have you been learning English for 10 years? 10 жылдан бері ағылшын тілін үйреніп жүрсіз бе? Yes, I have. Біз have пен сұрақ қойдық, have пен жауап береміз. Егер жоқ деп жауап бергіңіз келсе, no, I haven't деп жауап береміз. Ал егер де сіз сұрақты сұрау есімдігімен қоятын болсаңыз, ол кезде have-тың алдына сұрау есімдігін қоямыз. Мысалы, how long? Сіз қашаннан бері ағылшын тілін үйреніп келе жатсыз? How long have you been learning English? I've been learning English for 10 years. Немесе I haven't been learning English for 10 years. I've been learning it for 5 years деп айтсаңыз да болады. Окей. Ал достар, осымен present perfect continuous жағын құрылымы жайлы үйрендік. Қай кезде қолданамыз үйрендік. Егер осы видео сіздерге ұнаған болса, лайк басып, астына комментарийге өз мысалыңызды жазып кетіңіздер. Goodbye.